Жаңарқа ауданы жұртшылығы адамның үрейін келтіретін статистиканы айтып, облысымызды дүрсілкіндірген еді. Қыркүйек айының басында арнамыздың тілшісі аудан тұрғындарының шағымын тыңдап қойған талабын көрермендердің назарына ұсынды. Күрмеуі күрделі мәселенің шешілуіне қадамдар жасала бастаған. Тұрғындардың сұраған көпірі болады ма және жарық проблемасы қалай шешіледі? Тақырыпты бақылауға алған әріптесіміз ашып береді. Жаңарқаның жарты халқы, почти жарты халқы күнде вагон астынан өтеді. Мына кезде аяғын кесіп өліп жатқанда валлай көпті. Осының кеселіне ме? Осының кеселіне. Не туннель жоқ, не көпі жоқ, хотя адам өтетін бе көпі болса хотя. Осындай шағыммен біздің телеарнаға хабарласқан тұрғындардың өтініші оңтайлы шешу үшін Қазақстан темір жолы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне хабарластық. Әңгіме барысында серіктестіктің бас инженері Жаңарқа ауданы әкімшілігінен осы күнге дейін ешқандай хаттама келмегенін жасырмады. До этого дня, осы күнге дейін Жаңарқа ауданы әкімшілігінен ешкім хат жазып жүгінген жоқ, ресми хат болмады. Алайда толғақты мәселе эфирге шыққан соң Жаңарқа ауданы әкімшілігі Нұр-Сұлтан қаласындағы Қазақстан темір жолы басшыларына тұрғындарға көпір салу үшін техникалық жағдайды сұрап хаттама жолдапты. На основании полученных технических условий. Техникалық жағдайлар жайлы құжатты алғаннан кейін жобалық сметалық құжаттаманы жеке меншік тұлғалармен кеңесе отырып, көпір құрылысын бастауға құқылы, әрине бекітілген тәртіп бойынша. Енді көтерілген мәселенің оңтайлы шешілуін тұрғындарды асыға күтеді. Айтпақшы 17 мың тұрғыны бар аудан орталығында жарық көзі жиі сөнетіні де эфирде қозғалған болатын. Бұл жайында Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Құлағдар тіпті жауап та берді. Эту ситуацию мы знаем и контролируем, и сейчас мы ведем. Бұл жағдайды біз білеміз және өз қадағалауымызға алдық. Қазір аталған мәселені ірі электр желісімен айналысатын компанияның еншісіне беруді қарастырып жатырмыз. Кеше мен бұл сұрақты Нұр-Сұлтан қаласында өткен жиында көтердім. Мәселе жақын арада оң шешім табады. Тұрғындардың айтылған базыназы басшыларға жетті. Енді проблема өзгереді деп сенеміз. Алдағы уақытта телеарна тілшілері қос мәселені үнемі бақылауда ұстайтын болады. Аймасағыта Еркелан Тойболден, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.